Сәлем, 2023 жылдың наурыз айынан бастап бүкіл кредиттар мен микрокредиттар кешіріледі. Олар қалай кешіріледі деген сұрақ туындайды. 2023 жылдың наурыз айынан бастап банкротство туралы заң әрең дегенде өзінің күшіне енген болатын. Осы банкротствоның талаптарына келетін болсаңыздар, ондай кезде сіздердің кредиттарыңызда, микрокредиттарыңызда барлығы кешірілетін болады. Сол талаптарға қазір кезде тоқталайық. Ең бірінші талап бұл сіздің қарызыңыздың просрочкасы 12 ай болу керек. Ол дегеніміз не? Соңғы 12 айда сіз банктерге, қарыз организацияларға ешқандай төлем жасамауыңыз керек. Және де екінші вариант бар, сот орындаушылар немесе банктер сіздің карточкаларыңыздан ешқандай ақшаларды ұстамауы керек. Бұл бірінші талап. Екінші талапқа келетін болсақ, сіз қай организацияға қарызсыз, банк па, микрокредит па, соларға барып заявленияларды жазу керексіздер. Ол не заявлениялар? Оның ішінде сіз проценттерін кешіру туралы сұрасаңыздар болады, график беру туралы заявленияларды жіберсеңіздер болады. Бұл айтқан кезде не жазғыңыз келеді, соны жаза берсеңіздер болады. Ал банктердің егерде жауабы сізге ұнамайтын болса, ондай кезде сол заявленияларды банктың мысалы жауабын алып, сіз ары қарай банкротствоға тіркеп заявленияларды жіберуге құқығыңыз бар. Бірақ бұл заявленияларды банктарға, микрокредиттерге жазу бұл міндетті. Өйткені бұларды жазып, банкротствоға тіркемесеңіздер, сіздер отказ алып қаласыздар. Бұл екінші талап. Үшінші талапқа келетін болсақ, осы банкротствоға заявканы жібергенге дейін соңғы 3 жылдың ішінде сізде белгілі бір мүлік немесе машина ешқандай болмау керек. Егер де олар болатын болса, ондай кезде сізді өтірік банкротство деп, сіздің өзіңізді 200 000 ға дейін штраф салуы мүмкін. Банкротствоның ең басты осындай 3 талаптары бар. Ал қалған талаптары болатын болса, ана 5 520 000-нан жоғары немесе аз деген сияқты. Олар уже сізді соттық банкротство ма немесе сотсыз банкротство ма, соларға распределять ететін талаптар. Ең бастысы осы 3 талап. Егер де банкротствоға байланысты басқа да сұрақтарыңыз болса, немесе банкротствоға заявканы жібере алмай жүрсеңіздер, онда менің осы YouTube каналыма тіркеліп, осы видеоның астына сілтемеге бассаңыздар, тікелей менің WhatsApp-ыма өтесіздер. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.